Саламатсыздар ма? Күнделік жүйесінде өзгерістер туралы жаңадан КББ бөлімі енді. Ол жерде күнделікте сіздер кірген кезде мектеп КББ болып тұрады. Мектеп бөлімінен сіздер өздеріңіздің негізгі сабақтарыңызды, факультативтеріңізді толтырасыздар. Бұл жерде сабақтарыңыз, сыныптың журналдары, расписаниеңіз барлығы тұрады. Енді КББ бөлімі деген не? Ол қосымша білім беру. Мұнда сіздердің үйірмелеріңіз кіреді. Мен тек қана үйірмелерді кіргіздім. Ол қалай толтырылады, қалай жүргізіледі, сол бойынша. Міне КББ бөліміне кіресіздер. Кірген кезде сіздің қай класста сабағыңыз бар, қандай үйірмеңіз бар, сол тұр міне. 8А-да жас қаламгер. Мысалы, аяғанова Марал әпкенің сабағы. 8А-дағы жас қаламгер. Егер тағы да үйірмелеріңіз болса, осы жерден шығып тұрады. Жас қаламгер, оның журналы және күнтізбелік жоспары болады. Енді не істейсіздер? Мында расписаниеда қай күні болатында тұрады. КББ-ны қалай жүргізу керек? Ол үшін мында күнтізбелік жоспар тұрады. Күнтізбелік жоспарын ашасыздар. Сәл өзгешеліктері бар. Бірден тақырыптар шығып тұрмайды бұл жерде күндер. Енді мында мысалға оқу жылы, мұғалім, топтың аты, пәннің аты. Топтың атын мен сыныппен және үйірменің атауымен қойдым. Пәннің аты жас қаламгер. Енді аралық, ең осы аралықтан қателеспеңіздер. Аралықта бізде 1-90 басталады. 1 қыркүйектен бастап қазанның 30-на дейін. Яғни осы екі аралықта аласыздар. Нақты 90-ның аралығы. Қарау батырмасын басасыздар. Сол кезде сіздерге журналда енген тақырыптарды көрсетіп тұрады. Енді сағат саны барлығы 1 сағат. Барлығына 1 сағат деп жазып шығасыздар. Тақырыптарыңызды әдеттегідей тақырып жазып шығасыздар. Жай календардан өзгешелігі жай сабақтан мұнда сағаттар саны деген бар. Яғни бәріне 1-ді қойып шығасыздар. Бірақ сабақтан өтпейді оған. Бір тақырып 2 рет қайталанатын болса, ол сіздер 2 рет жазасыздар бөліп. Әрқайсысына 1-1 сағат деп жазасыздар. Үй тапсырмасы берілетін болса беріледі, берілмейтін болса үй тапсырмасы берілмейді деп толық жазған дұрыс. Үйге тапсырма берілмейді. Толық жазғандарыңыз дұрыс. Тақырыптарыңызды жазасыздар, және сағаттарды жазасыздар. Бұл календарный бойынша. Енді пән журнал. Мысалы, сабақ болған күні журналға өтсеңіздер, онда барлық болатын күндер тұр. Бірінші айды ғана көрсетіп тұр, кезеңдерді таңдасақ, бұл жерде мысалы 30-шы қазан таңдайық. Сол кезде бізге барлық сабағымызды көрсетеді. Қиындық дейтін осы кезеңдерді ғана таңдаудан жатастаңыздар. Сосын сабақ өтілді деп, күннің числоның ішіне кірудің қажеті жоқ, сыртында тұр. Осы жерге сабақ өтілді, галочканы қойсаңыз, бұл сабақ өтілді дегенді білдіреді. Оның ішіне кіріп, жұмысты қосуға болады. Енді қазіргі уақытта жұмыс қосудың қажеті жоқ, тек қана сабақ өтілді деп қойсаңыздар болды. Мұнда комментарий жазу үшін сөздік жүйеге ауыстырсаңыздар, қолдану. Мәжелге комментарий жаза аласыздар. Жақсы. Қабылдамай тұрмын. Негізінен үйірмеден ешқандай баға комментарий жазбақ қойыңыздар. Тек қана сабақ өтілді деп галочка қойыңыздар. Содан кейін күнтізбелік тақырыбын толтырыңыздар. Енді есептер бөлімі, бізде мектептің есептер бөлімінде бұл КББ-мыз шықпайды. КББ-ның есептерін көру үшін КББ-ның өзіндегі бөлек есептерден көреміз. Сол КББ бөліміне кіресіздер, есептерді ашасыздар. Сол жерде сіздердің есептеріңізді көруге болады. Бұл мектептегі статистиканың ішінен шықпайды. Есепті құрастырсақ, мысалы, жас қаламгер, тақырыптың толтырылуы, жоспардың жүргізілуі, журналдың жүргізілуі, осы жақ статистика бар. Уақытылы жүргізу, үй тапсырма деген жоқ. Сол жағынан ыңғайлы. Енді мен қазір барлық сыныптарды енгізіп біткен жоқпын, енгізіліп жатыр. Бұл жерде 10 үйірмеде енгізілді, солар кіріп толтыра беріңіздер.
КББ бөліміне кіресіздер. Күнтізбелік тақырыпты толтырасыздар, журналға галочкасын қоясыздар. Тақырыпты жазған кезде есепті кезеңнен 1 сентябрьден бастап 30 қазан сол аралықта аласыздар. Тақырыптың барлығын жазып қоясыздар. Үйге тапсырма берілмейді деп толық жазыңыздар. Сағат саны барлығында бірге екен.